силовой шығып үйрене алмай жүрсің. Барлық видео көрсең тартылу және де турниктің үстінде ажыменен соғу жаттығуларын көрсетеді. Бірақ бұдан түстік шықпай жатыр. Онда бұл видео именно саған арналған. Сондықтан видеоның соңына дейін көр және 2 апта ішінде силовой шығуды үйреніп ал. Мен сіздерге силовой шығудың 3 тәсілін үйретем. Осы 3 тәсілді қолдана отырып силовой шығуды тез үйренуіңізге болады. Айта кетер жайт, яғни турниктің үстінде ажыменен соғу және турникке тартылу бұл силовой шығуға көмегін тигізеді, бірақ 100% емес. Яғни сізде база болу ол міндетті, база мықты болса сіз силовой тез үйренесіздер. Өйткені сіздерде силовой шыққанда, яғни бірінші техникасын айта кетейін. Бірінші тартыласыздар, тартыласыздар. Екінші қолды лақтырасыздар. Үшінші көтерілесіздер. Қолды лақтыруды үйрену енді бұл көбінесе қиын келеді. Сондықтан бірінші тәсілі ол кішкентай турник аласыздар, примерно осы бойларыңызбен бірдей турник алып, соған яғни секіріп, екі қолды лақтырып үйренесіздер. Осылай. Енді мынандай турниктер енді істей алмауларыңыз мүмкін. Енді примерно осынша турниктерде болады. Әйтеуір секіріп қолыңызды лақтырасыздар. Басында солай үйренесіздер, яғни қолды лақтыруды солай тез үйренуге болады. Егер де ондай турник жоқ, тек қана биік турник болатын болса, екінші тәсілді қолданасыздар. Екінші тәсілі бұл сіз екі қолға шығу үшін бірінші орында полусиловойды білуіңіз керек. Полусиловой деген ол мынандай. Полусиловойды білсеңіздер, екінші тәсілді қолданып силовойды үйренулеріңізге болады. Екінші тәсілде яғни бүйтесіздер. Полусиловой шығасыздар, бірақ на скорости шығасыздар. Осылай. Екі қолды кезек-кезек тез лақтырып отыруларыңыз керек. Басында осылай болады. Кейінде уже ақырын қоса бересіздер. Яғни соңында уже былай үйреніп кетесіздер. Осылай. Кейіндеп екі қолды лақтырып үйреніп кетесіздер. Ал үшінші жолы бұл яғни склепка арқылы шығу. Склепка деген бұл негізінде динамикалық элементтер жатады. Ол мынандай түрде орындалады. Яғни раскачкамен және аяқтың күшімен шығасыздар. Бұл жерде базаның керек жоқ бұл склепкаға. Тек техникасын дұрыс істеп, бүгін дұрыс істесеңіздер, склепка жасай аласыздар. Ал енді склепка арқылы қалай шығамыз, соны үйрететін боламын. Бұл үшінші тәсіл. Яғни ондай көп емес, яғни жай раскачка аласыздар. И аяқтарыңызды көтеріп осылай шығасыздар. Көрдіңіздер ғой? Раскачка аласыздар. Бірақ бұл да кішкене қиынырақ болады. Қысқасы осы үш тәсілдің үшеуінде қолданып көрсеңіздер болады. Қайсысы тиімді, сонымен жаттығу тоқтамай жасап, тоқтамай дегенде аптасына 4-5 күн жаттықсаңыздар жетеді. Осы жаттығуларды жасап, силовой шығуды үйреніңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк, пост, коммент жазып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.